Сәлеметсіздер ме? Бүгін кешкі асқа өте жеңіл грудкадан тамақ пісіреміз. Ол үшін біз күрішімізді жуып аламыз. Майға тапада қуырмалаймыз. 2 минут күрішімізді қуырмалап алғаннан кейін үстіне қайнап тұрған кипяток су құямыз. Оны құйып болғаннан кейін тұзын дәміне қарай тұз салып араластырып сол кипяток қайнаған суда 20 минут жай отта бұқтырып пісіреміз. Анда-санда араластырып қоюға болады. Грудканың өзімізге керек мөлшерін алып кесіп аламыз. Осылай кубоктап грудкамызды осы бидода кесіп аламыз. Одан кейін мен грудканы бөлек пісіріп алдым табаға. Май құйып жуа, перец, цветопор деген 1 штук салдым. Сосын 1 помидор и болды. Дәміне қарай тұз, бұрыш, қызыл бұрыш, қара бұрыш салдым. Күрішті бөлек и грудканы бөлек пісірдім. Өте дәмді шықты. Осылай грудкамызды кесіп аламыз. Потом жуамызды кесеміз, бір жуа. Тоже кубоктап кесіп аламыз. Одан кейін 1 штук помидор қалған екен біздің үйде, соны кестім. Кесіп қоса салдым. Негізі үлкен болса үлкенін салған жақсы. Сосын цветопор деген перецімді кесіп алдым, тоже кубоктап. Барлығын алдын ала кесіп дайындап қойдым. Бөлек табаға май құйып, соған каждыйын бөлек салып қуырмаладым. Күрішімді де қарап қойдым, анда-санда араластырып. Әдеттегідей жуаны салып, одан помидор салып, араластырып қуырмалап аламыз 2-3 минут. Одан кейін мен томат салдым, қызару үшін кішкене. Помидор да салдым, томат та салдым. Араластырып, каждыйын салған сайын 3-4 минуттан қуырмалап отырамыз. Одан кейін ең соңында грудкамды салдым. Қара бұрыш, қызыл бұрыш, тұз, барлығын дәміне қарай салдым. Өте дәмді, иісі өте, үйдің бәрін алып кетті, иісі күшті. Мен ешқандай су құймадым. Бұл өзінің сорпасы шыққан. Осындай тамақ дайын болды. Өте жеңіл кешкі асқа. Дайындап көріңіздер.